Қайырлы күн оқушылар, сендермен 6 сынып математика номер 599 есеп жай бөлшек түріне жазыңдар. Бізде мұнда шексіз периодты ондық бөлшек берілген. Біз оны жай бөлшекке айналдыруымыз керек. Бізде берілген 2 бүтін периодта 5. Бұны біз жай бөлшекке айналдыруымыз керек. Бірінші бөлшек сызығын сызайық. Бөлшек сызығын сызып аламыз. Бөлшектің алымына мен 2 және 5 деген сан көріп тұрмын. Соны жазамын. Бөлшектің алымына. Бөлшектің бөліміне жақшаның ішінде 5 деген бір таңба алсам, демек бір ғана сан көріп тұрмын. 1 9 жазамын. Үтір мен жақшаның ортасында егер сан болғанда біз 0 жазатын едік. Онда 0 жазбаймыз. Енді жақшаның сыртында 2 деген сан көріп тұрмын. Онда сол 2-ні алып тастаймын. Тең деймін. 25-тен 2-ні алсам бізде 23. Бөлшектің бөлімінде 9. Келесі, екіншісі бізде 8 бүтін периодта 16. Тең деймін, мен 816 деген сан көріп тұрмын. Соны жазамын. Онан соң жақшаның сыртында бізде 8 деген сан бар. Соны алып тастаймын. Бөлшек сызығын сызамын. Бөлшектің бөліміне біз жақшаның ішінде 16 деген 2 таңба алсам, онда 2 9 жазамын. Тең деймін, 816-дан 8-ді алсақ бізде 808. Бөлшектің бөлімінде 99. Қысқармайтын бөлшекке дейін алып барамыз әрі қарай. 999 бізде негізінен 3-ке бөлінеді, бірақ 808 бізде бөлінбейді 3-ке. Әрі қарай үшіншісі, мен 4 бүтін периодта 2 деген сан көріп тұрмын. Яғни 4 2 42. Бөлшектің бөліміне мен жақшаның ішінде 2 деген бір ғана сан көріп тұрмын. 1 9 жазам болды. Әрі қарай жақшаның сыртында мұнда 4 деген сан тұр. Онда 4-ті алып тастаймын. Тең деймін. 42-ден 4-ті алып тастайтын болсақ бізде 38, мұнда 9. Мұнда бұрыс бөлшек болып қалды бізде. 36-ның ішінде 4 рет, 4 9 36, 2 екен. Әрі қарай бізде 4-шіміз 7 бүтін периодта 13. 7 1 3 деген сан көріп тұрмын. 7 бүтін 13. Сосын жақшаның сыртында 7 деген сан тұр. Оны алып тастаймын. Бөлшек сызығын сызамын да бөліміне 13 деген 2 таңба алсам, онда 2 9 жазам. Тең 713-тен 710-ды алып тастайтын болсақ, 3 4 аламын, 706, мұнда 99 деген қалады екен. Әрі қарай мұнда да айналдырайық. Біріншісінде 0 бүтін периодта 4. Мен 0-ды ескермегенде 4 деген сан көріп тұрмын. Жақшаның ішінде бір ғана сан бар. Онда бөлшектің бөліміне бір ғана 9 жазам. Екіншісі 0 бүтін 19. Мен 0 19 деген сан көріп тұрмын. Алдында егер 0 көрсем, онда оны ескермеймін. 19. Жақшаның ішінде 19 деген 2 таңба алсам, демек бөлшектің бөліміне 2 9 жазам. Әрі қарай бізде үшіншісі 0 бүтін периодта 369. Мен 369 деген сан көріп тұрмын. Жақшаның ішінде 3 цифр көріп тұрмын. Яғни 3 9 жазам бөлшектің бөліміне. Мынау қысқарады негізі 3-ке. Мұнда 333. 3-ке қысқартсам 3. Мұнда 2. Мұнда 1. Келесі 4-шісі 0 бүтін периодта 217 екен. Тең деймін, бөлшектің алымына не сан көріп тұрмын, соны жазамын. Жақшаның сыртында ешқандай сан жоқ. Келесі жақшаның ішінде 1 2 3 сан тұр. Яғни 3 9 жазам. Бірінші 9-ым, екінші 9-ым и үшінші 9-ды жазамын. Келесі бізде 601 есеп. Аралас периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыр дейді. Бірінші 2 бүтін 10-1 период, 10-1 периодта 6. Тең деймін, мен бөлшектің алымына 2 1 6 деген сан көріп тұрмын. Яғни жалпы 216 екен. Азайту деймін, жақшаның сыртында 1 және 2 деген сан бар. Яғни олар екеуі 21 болады. Бөлшектің бөліміне мен 1 9 жазамын, өйткені жақшаның ішінде периодта бір ғана сан бар, 1 9 жазамын.
Келесі үтір мен жақшаның ортасында 1 деген бір ғана сан тұр. Онда 1 0 жазам. Тең деймін. Так, 16, 5, 195 азайтсам, мында 90. Бұл екеуі де қысқарады негізі 5-ке. Қысқартуды әрі қарай өздерің орындайсыңдар. Екіншісі 5 бүтін 114 периодта 33, я? Тең деймін. Мен 5, 1, 4, 33 деген сан көріп тұрмын. Соны жазамын. Азайту деймін. Жақшаның сыртында 514 деген санды 5, 1, 4 алып тастаймын. Бөлшек сызығын сызамын. Мен мына жақшаның ішінде периодта 33 деген ол 2 сан. Демек 2, 9 жазамыз. Әрі қарай үтір мен жақшаның ортасында 1 және 4 деген 2 таңбалы сан тұр. Онда 2, 0 жазамын. Мында азайтуды орындап, қысқартасыңдар әрі қарай. Қысқармайтын бөлшекке дейін апарасыңдар өздерің әрі қарай. 0 бүтін 114 периодта 35. Тең деймін. Мен мына алдындағы 0 ескермеймін. Онда 11 және 35 деген сан көріп тұрмын, соны жазам. Азайту деймін. Жақшаның сыртында 11 деген сан тұр. Онда оны азайтамын. Бөлшектің бөліміне жақшаның ішінде 3, 5 деген 2 цифр тұр. Яғни бөлшектің бөліміне онда 2, 9 жазам. Үтір мен жақшаның ортасында 11 деген ол 2 таңбалы сан. Онда 2, 0 жазам. Тең деймін. Мында 4, мында 2, 4, и мында 900. Екеуінің де соңы 0 болып тұр, 4 болып тұр. 2-ге қысқарады. Қысқармайтын бөлшекке дейін алып барамыз. 0 бүтін 1214 периодта 45. Тең деймін. 214 көріп тұрмын, 4, 5 деген сан көріп тұрмын. Азайту деймін. Жақшаның сыртындағы 214-ті. Бөлшектің бөлімінде жақшаның ішінде 2 цифр бар, 2, 9 жазам бөліміне. Үтір мен жақшаның ортасында 1 сан, 2 сан, 3 сан. Онда соңына 3, 0 тіркей салам, азайтып, сосын қысқартуды орындайсыңдар әрі қарай.